Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлназ, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге етті бәліштің өте дәмді рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ерітілген сары майдың үстіне қаймақ саламыз, ашытқы сұйық май құямыз. Бір қасық қант, шым-шым тұз салып, бір дана жұмыртқа салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Керегінше еліктен өткізілген ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде шамамен 300 грамдай ұн кетті. Бізде барлық ингредиенттер әртүрлі грамм мөлшері болғандықтан, ұнның граммы да азайтып немесе көбейтіп саламыз. Сіздер де 300 граммнан аз немесе көп кетуі мүмкін, соны қадағалаңыздар. Бізде қамыр қолға кішкене жабысып тұратындай болу керек. Дайын қамырды 30-40 минут демалдырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Тартылған еттің үстіне майдалап туралған картоп саламыз, қара бұрыш, тұз. Қалауларыңызша аскөк салуға да болады. Егер ет майсыз болса, онда сұйық май кішкене ғана құямыз, немесе кішкене ғана еттің майлы жерлерін майдалап турап саламыз, араластырамыз. Дайын қамырды екіге бөлеміз, бәліштің табаны болатын қамырды үлкен етіп жаямыз. Салманы саламыз, тегістеп қоямыз, бетті болатын екінші қамырды жаямыз, жаңағы форманың бетіне қойып, шет жақтарын бекітіп шығамыз. Үстіне қалауларыңызша тесіктер жасап шығамыз, және де қалауларыңызша жұмыртқаның сарысын жағып, немесе жай ғана сүтпен де жағып шықсаңыздар болады. Содан кейін мак, кунжутпен сәндеп шығамыз. Сіздердің қолдауларыңызға және әрбір жазған пікірлеріңізге рахмет айтамын. Осы бәлішті қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бәліштеріміз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер, сіздерге 100% сеніммен айтып отырмын. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер видео ұнаса, комментарийға өз пікіріңізді жазыңыз.